Каноха деп аталатын шинобилер ауылында тұратын Наруто Узумаки есімді Джинчурики ата-анасы қайтыс болғаннан кейін жетім өседі. Алайда бұл оған оның позитивный болуына кедергі болмайды. Солай бірінші сезонда Наруто өзінің достарымен бірге қарсыластарының көтін Расенганмен айырады. Пока бәрі заебись. Алайда әрине сюжетте завязка болу керек. Яғни оқиғадағы бір даудамайдың болуы. Мысалы, бірінші сезонның 109 бөлімінде Соска ауылдан кетуді көздейді. Дәл сол бөлімде бір ұрып талдырып тастайтын Сакура ата-анасынан айырылғандай жылап, Саске кетпеші дейді. Хотя Сакураға ата-анасына тірі ма, өлі ма вообще похуй. Сюжет бойы оларды уайымдап сөз қозғаған емес. Сонымен екінші сезонға секіріп кетсек, оны толығымен түсіндіріп отырмайын. Онда сол бір-бірімен қырылсады, Эдо Тенсей, Кагуя-Магуя деген хуйнялар. Соңы Нарутоның Хинатаға үйленуімен аяқталады. Вроде бәрі охуенно. Бірақ Масаши Кишимото заманның көзқарасы бөлек еді. Боруто жаңа ұрпақ мангасы 2016 жылда шықса, аниме адаптация тура Наруто үйленгеннен кейін 2 аптадан соң 2017 жылы шықты. Бірінші бөлімін көргеннен бастап Каноханың мықты дамып кеткенін көруге болады. Тіпті пойыздар жүретін болыпты. Ал осы бір құдіретті орында Наруто Узумаки 7-ші болып отырады. Бірақ та оның арманы орындалса да, ол өз отбасына әке болып дым жарытпайды. Лох, тебе так гораздо больше идет. Мен оның бұл әрекетін құптамайтын едім. Мүмкін әкесін өзіне қаратқысы келетін шығар, бірақ шли краскамен бояғаны жарамады. Нарутоға келсек, оның бояйтындай жайы бар. Өйткені оның анасы да, әкесі де жоқ болатын. Тіпті Борутодай оның қарындасы да болмады. Жалпы видео Борутоның өмірі жайлы емес, Борутоның сапасы жайлы. Яғни көруге тұрарлық аниме ма әлде жоқ па? Менің кеңесім жоқ. Себебін қазір түсіндіретін боламын. Және де ашуға бой алдырмай видеоны соңына дейін мұқият тыңдауларыңды сұраймын. Бірінші минус бұл сюжеттегі тесіктер. Боруто бір серияда жаңа қабілетін қолданса, келесі серияда оны қолдана алмайды. Бұл жай ғана мысал. Бірінші дәлел бұл деревня скрытого тумананың шинобиі Ао. Ол 5-ші Мизукаге Мейтерумидің оң қолы болатын. Ол негізі 4-ші дүниежүзілік шиноби соғысында 10 құйрықтың ашуынан болып штаб пәтерде өледі. Сол кезде көптеген шинобилер, мысалы Шикамарудың ата-анасы, Чоджидің, Иноның тағы басқаларының ата-анасы қайтыс болған еді. 10 құйрықтың пиздес мықты екенін білеміз. Алайда әлгі Ао тірі қалыпты. Тіпті жақсы ғой деп ойлап едім, ол Борутодағы Акацукидің копиясы Караға жұмыс істейді екен. Короче, Ао тірі қалса да елін сатып Наруто мен Саскеге қарсы болады. Айтпақшы, Нарутода жақсы шиноби болып жүріп, Борутода вдруг внезапно жауға айналып кететін тупойларға Аоны ғана емес, Онокиді жатқызуға болады. Жалпы ол соғыста үлкен пайдасы тиген адам. Бірақ Борутода оны жын ұрды ма, или басқа ма, жаудың агенті болып кетеді. Екінші қатерік бұл менің ойымша Кашин Коджи, Джираяның клоны. Кезінде Кабуто оны тірілтпек болады. Алайда денесі теңіз түбіне батып кеткендіктен оны тірілте алмайды. Бірақ та Кашин Коджиді жасаған Амадо қалай екені белгісіз Джираяның ДНК-сын табады. Енді анимеде кездесетін тупойлық. Сразу біріншісі бұл Саске мен Наруто. Кезінде қандай от еді. Мадараны мамалатып бәрін айыралатындай деңгейде еді. Бірақ Борутода екі бешараны чорт қылып көрсетеді. Олардың күшін өте төмендетіп қойған. Олар уже қартайды деген әшейін отмазка. Өйткені қартайса да жорстко қырылысатын шинобилер көп. Кавакиді сасуыт қылатын кезде Каваки клонын жасайды да ақмақты алдап кетеді. Бұл жерде Ишак алданып қалса да көпіріп сөйлей бермей тез-тез әрекет етуі керек еді. Жоқ, әрине ол оны жасамайды. Міндетті түрде мақтануы керек, Кавакиді мазақтауы керек. Сол серияда Наруто Курамадан айырылады. Онда бәрі логичны. Кураманы бердің, Барионды алдың. Ал Саскенің Ринаганнан айырылуы білмеймін, қалай айтсам болады. Какой-то Борутоны басқарып тұрған Намашики Кунаймен оның көзін теседі. Өте тупы. Саскенің чакрасы бітіп қалды деу жай ғана сылтау. Мұны да тупойлыққа жатқызар едім. Жалпы айтатын тупойлықтар өте көп. Бірде Боруто Мамашикиді Расенганмен жеңсе, бірде какой-то белый Зетсудан көті айырылады. Боруто авторлары өз ойлап табатын нәрсе аз. Тіпті Нарутода кездесетін сценаларға шейін көшіреді. Енді ең негізгі минус бұл әрине рисовка. Қазір шығып жатқан соңғы бөлімдері менің құраған говно романтикалардағы рисовкадан да жаман. Базар жоқ, мүмкін студияда бюджет 0 шығар. Бірақ қалай болса солай шығаруы жақсы жағы емес. Анимация болса PowerPoint-тағыдай. Негізі Борутоны жасаған Кишимото емес. Идеяның авторы болса да сценарист пен суретші мүлдем бөлек. Сценарийді жазған Уке Кадачи болса, суретшісі Микио Икемото. Кишимото 52-ші тараудан бастап өзі қолға алады деген жаңалық бар. Борутоның 2-ші сезоны шығып жатса, бар үмітім сонда. Енді міне Борутоның плюстарын айтайын десем, білмейді екенмін. Мүмкін жоқ та шығар. Мүмкін сен Борутоның плюстары туралы комментарий жазарсың. Сонымен видеоның соңына да жеттік. Видеоға лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпа. Сау.